Бұл дәйек сөздер сізге қызғаныштан қалай аулақ болу және өз мақсаттарыңызға ұмтылу туралы ойлауға көмектеседі деп үміттенемін. Барлық адамдар қызғанышпен ауырады, тек кейбіреулер бұл туралы айтады, ал басқалары қызғанбаймын деп өтірік айтады. Басқалардың сәтсіздігін тілегенше олардың жетістігіне қуанған жақсы. Қызғаншақ өз нұрын көрмейді. Жомарт адамдарды бос әурешілік жоқ, қызғаныш та жоқ. Олар қайда жүрсе де ақиқат пен берік нәрселермен қоректенеді. Оның үстіне олар оны барлық жерден табады. Адамдар әрқашан өздерінен жақсырақ адамдарды жек көреді. Қызғаныш өзімізге тағылған шынжыр. Қызғаныш басқа өледі деп ішетін у. Адам сүйіспеншілікті ояту үшін көп нәрсені жасауға дайын. Бірақ қызғаныш ояту үшін бәрін жасауға шешім қабылдайды. Қызғаныш жанның көлеңкесі, өз бақытын қараңғылау. Қызғаныш біреудің сізден жақсырақ істегенін мойындау. Қызғаныш табыстың көлеңкесі. Адамдар мінсіз нәрсені көргенде, олар кемшілікті тапқысы келеді. Егер сіз басқа адамның жақсы не жаман екенін бағалауға тым көп уақыт жұмсасаңыз, сіз өз жаныңызды ұмытып, басқаларды сынауға жұмсаған күшіңізбен бос және жеңіліске ұшырайсыз. Ішінде қызғаныш пайда болған кезде тек апаттың жемісі піседі. Қызғаныш гүлдеген жерде сыйластық өспейді. Қызғаныш оны көтергендерді ғана жағатын от. Ешқашан қызғаншақ адамдарды жек көрме, олар сені өздерінен артық деп санайтындықтан қызғанады. Аз қызған, көп жаса. Олар өздерімен тең болуға үміттенбейтіндерді ғана қызғанады. Қызғаныш басқа біреудің жетістігін мойындау. Жалғыздықтағы қызғаныштың жасырын көріністерінен гөрі біздің ақыл ойымызды алаңдатып, денсаулығымызды шаршататын ештеңе жоқ. Алдымен артыңа қара, сосын сенен алдағы тұрғандарға қызғану керек пе, сосын шеш. Адамдардың қызғанышы олардың қаншалықты бақытсыз екенін көрсетеді. Қызғаныштың өзіңіздің жарқын жолыңызды басып кетуіне жол бермеңіз. Өзін өзі қорлайтын адамдардан гөрі ешкім қызғанышқа бейім емес. Қызғаншақ адамға ең қиыны оны ешкім қызғанбауы. Қызғаныш өзіне деген сенімсіздіктің белгісі. Егер бірегей нәрсеге ие адамдар болса, олар оны міндетті түрде олардан алуға тырысады. Қызғанғанша шабыттанған жақсы. Қызғаншақ адамдар көбінесе қолдарынан келмейтін нәрсені айыптайды және ешқашан өз деңгейіне жете алмайтындарды сынға алады. Адамдар сізге қызғанышпен қарайтын болса, бұл сіздің дұрыс жолда екеніңізді білдіреді. Қызғаныш жанның сарғаюы. Қызғаныш уақыт пен күш қуатыңды босқа жұмсау. Сізді ұнатпайтын адамдарды елемеуді үйреніңіз. Өйткені сізді ұнатпайтын адамдар екі түрлі. Олар ақымақ немесе қызғаншақ. Ақымақтар бір жылдан кейін сізді жақсы көреді, ал күншілдер сіздің олардан артықшылықтарыңыздың сырын білмей өледі. Қызғаншақ адамдарды жек көрудің қажеті жоқ, өйткені олар сіздің жақсы екеніңізді мойындайды. Кімде-кім басқаға қызғанышпен қарайтын болса, оның артықшылығын мойындайды. Егер адамдар сені ұнатса, сен жақсысың. Егер олар сені жек көрсе, сен ең жақсысың. Қызғаныш өз мүмкіндігін жоққа шығару. Қызғаныш дененің барлық сау жерлеріне ұшып, жараға қонатын шыбын сияқты. Адамдар үнемі қызғанышпен қарайтын адам туралы жаман айтады. Қызғаныш бұл өзіңнің емес, басқалардың тауарын қарастыру. Егер біреу тауларды жылжытуға дайын болып көрінсе, басқалары міндетті түрде оның мойнын сындыруға дайын болады. Қызғаныш біздің бостандығымызды шектейтін, көзге көрінбейтін бұғау. Темірді тот жейтін сияқты, қызғаншақтарды да өз құмарлықтары жейді. Басқалардың жетістіктеріне қызғанышпен қарағанша өз мақсаттарыңа ұмтылған жақсы. Адамды үш нәрсе бұзады. Қорқыныш сананы бұзады, көре алмаушылық жүректі бұзады, күдік жанды бұзады. Қызғаныш өзіңіздің бірегейлігіңізді жоғалту. Қызғаныш жағымсыз эмоцияларға уақытты босқа жұмсау.
Басқаларды көре алмаған жан тыныштық таппайды. Қызғаныш ешқайда бармайтын жол. Басқалардың жетістіктеріне емес, өз мақсаттарына назар аударған дұрыс. Махаббат телескоппен, қызғаныш микроскоппен көрінеді. Қызғаныш өзін-өзі алдау. Қызғаныш адамдарды тірідей жеуі мүмкін. Қызғаныш өзіңді тіпті танымайтын адаммен салыстыру. Қызғаныш бұл сіздің өміріңізге басқа адамға билік беру. Қызғаныштың күшін және қызғаныштың жойғыш күшін ешқашан бағаламаңыз. Қызғаныштың 3 белгісі бар. Біріншісі, қасында жоқта біреуді жамандайды. Екіншіден, ол кісіні көргенде жалтақтап мақтанады. Үшіншіден, бұл кісінің бақытсыздығына қуанады. Қызғаныш өз жолыңды тікенекпен толтырумен бірдей. Қызғаныш басқа біреудің бақытына қайғыру. Қызғаныш өз жетістіктеріңізден қуаныш жоғалту.